Құрметті оқушылар, сабағымыздың тақырыбы қазақтың ұлттық ойындары бесасық ойыны. Бесасық ойыны қыздар ойнайды. Бесасық ойыны 13 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең бірлік. Яғни асықтарды жинап алып, қолымызды иіріп шашамыз. Арасынан сақаны таңдап алу арқылы сақаны лақтырып, келесі асықты таңдап аламыз. Екінші кезең жүгілік. Үшінші кезең үштік. Төртінші кезең төрттік. Бесінші кезең залап. Алтыншы кезең алақан. Жетінші кезең аттан тастау. Тоғызыншы кезең келген сарқып. 11-ші кезең қашу. 12-ші кезең нәби. 13-ші кезең ұпай жинау. Оқушылар бұл ойынды өз жағдайында ойнаған кезде асқызмаған жағдайда, яғни конфетпен, таспен ойнауға болады. Бестасық ойыны қолымыздың шапшаңдығын, жылдамдығын және иілгіштік қасиеттерін дамытады. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сабағымызды жолыңыз келесі күні тамашалаңыздар. Бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Бестасық ойыны қолымыздың шапшаңдығын, жылдамдығын және иілгіштік қасиеттерін дамытады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.